Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 6 тарауын өтетін боламыз. Осы тақырыптың бірінші сабағынан бастаймыз. Ал бастайық. Бірінші параграф. Су тіршіліктің көзі. Бірінші тапсырма. Мәтінді графикалық суреттегі мәліметпен толықтырып оқыңдар. Ат қойыңдар. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Сендер оқысаңдар да астына сұрақтарына жауап беріңдер ауызша. Болды. Мен сендерге қазір астындағы сұрақтарын оқып, жауаптарын айтатын боламын. Мен сендерге қазір оқып берсем, көп уақытым кетіп қалады. Сендер өздерің оны оқып, түсініп неғыла беріңдер. Мен сендерге астындағы сұрақтарының жауаптарын оқып айтып беретін боламын. Ал бірінші тапсырманың бірінші сұрағынан бастайық. Неліктен суды тіршілік көзі дейді? Екінші сұрақ. Сандық мәліметтер бойынша диаграмма сызыңдар. Үшінші сұрақ. Ойларыңды блиц жауаппен жеткізіңдер. Егер су болмаса, ал ендігісі жауаптарын айтайық. Бірінші сұрақтың жауабы. Суды тіршілік көзі деп атайды. Себебі ол тірі организмдердің өмір сүруі үшін ең маңызды заттардың бірі. Адам денесінің 65-70% судан тұрады. Ал сусыз адам бірнеше күннен кейін өмір сүре алмайды. Су табиғаттың көптеген процестеріне қатысады. Және жер бетіне тіршіліктің сақталуына қажетті негізгі ресурс болып табылады. Бірінші сұрақтың жауабы осы. Ал енді екінші сұрақты оқиық. Су 71%, құрлық 29% деп жазасыздар. Болды. Ал енді үшінші сұрақты оқысақ. Егер су болмаса, онда жер бетінде ешқандай тіршілік болмас еді. Адамдар, жануарлар мен өсімдіктер судың жоқтығынан өмір сүре алмайды. Өзен, көлдер құрғап, климаттық жағдай нашарлап, экологиялық тепе-теңдік бұзылады. Су тіршілік иелерінің денсаулығы мен табиғаттың дамуы үшін басты рөл атқарады. Бірінші тапсырма бітті, енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырманың сұрағын оқысақ ал. Оқылым мәтінін негізге алып, су туралы 5 сөйлем жазыңдар. Есімдіктің қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын көрсетіңдер. Сіздер дәптерлеріңіздің баған құрыңыздарда 2 баған. Ешкім сусыз өмір сүре алмайды, есімдік зат есімнің орнына қолданылып тұр деген. Ешкім сусыз өмір сүре алмайды дегенге мына астында тұрған сөйлемдерден қосып жазамыз. Кейін есімдік зат есімнің орнына қолданып, сол жазған сөзімізді соның орнына қойып есімдіктің зат есімге айналған түріне қойып жазамыз. Ал сіздерге жауабын айтайын. Екінші тапсырманың жауабы ешкім сусыз өмір сүре алмайды деген неге бағанға зат есімнің орнына жұмсалған ешкім деген сөз, оның бетінің 70%-дан астамы су басып жатыр дегенде зат есімнің орнына оның деген сөз жұмсалып жатыр. Үшінші, бұл планетаның су қоры өте мол деген сөзде бұл деген сөз есімдіктің зат есімнің орнына жұмсалған. Және тағы басқа жазасыздар. Сіздер бағанға құрып жазасыздар. Мұхит суының 97% суды болып келеді дегендерді сіздер ешкім сусыз өмір сүре алмайды дегенге жазасыздар. Кейін оның деген сөз есімдіктің зат есімнің орнына қолданылып тұр деп жазасыздар. Өте оңай. Және сіздерге достар, мен есімдіктің не екенін айтпадым. Сіздер өздеріңіз кітаптарыңызда бар, содан оқып өздеріңіз түсініңіздер. Ал енді үшінші тапсырмаға өтеміз. Сұрағын оқиық. Енді бода да баған сызады екенбіз. Тіршілік сөзін қалай түсінесіңдер? Тіршілік пайда болуында судың рөлі қандай? Оқылым мәтіні деректер бойынша судың адам үшін және табиғат үшін маңызын салыстырыңдар. Мен сіздерге қазір жауабын айтамын. 2 баған сызып, мен баған сызбай сіздерге көрсететін боламын. Ал мен сіздерге жауабын оқып берейін. Судың табиғаттағы маңызы деген бағанға сіздер былай жазасыздар. Су табиғаттағы экожүйенің тұрақтылығын сақтайды. Өзендер, көлдер, мұхиттар, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің тіршілік ортасы болып табылады. Су жердегі температураны реттеп, климатты қалыптастырады. Ал енді судың адам өміріндегі маңызы деген бағанға сіздер былай жазасыздар. Адам организмі суды өмір сүру үшін пайдаланады. Сусыз адам денсаулығын сақтай алмайды, себебі ол барлық ағзалық процестерге қатысады. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпте де судың маңызы зор. Ал енді 3-ші тапсырмамыз бітті, 4-ші тапсырмаға өтеміз. Ал 4-ші тапсырманы оқысақ сұрағын берілген мәтінді оқыңдар, өз ойларыңды ортаға салыңдар.
Енді сіздерге жауабын айтайын. 4-ші тапсырманың жауабы: судың бастаулары адамның табиғатқа жақын екенін көрсетеді. Бұлақ көзін ашу немесе оны сақтау адамдардың табиғат алдындағы парызы. Таза суды сақтау экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етудің маңызды белгісі. Бөлігі дегенім, 4-ші тапсырмамыз бітті. Енді 5-ші тапсырма үй жұмысын орындайтын боламыз. 5-ші тапсырманың сұрағын оқиық. Жоғарыдағы пікір мен төмендегі деректердің бірін таңдап, дәлелдемелік эссе жазыңдар. Мәтінге есімдіктерді кірістіріңдер. 3 көз: су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, сөз анасы құлақ. Сырым Датұлы жазыпты. Әлемнің 4 құраушысы: от, су, жел, жер. 4 дария: Ніл, Ефрат, Жейхун, Әмудария, Сейфун, Сырдария. Ал жауабын оқып берейін. Бұл табиғаттағы судың тіршілік пен даму үшін аса маңызды екенін көрсетеді. Бұлақтар мен өзендер тек адамдардың ғана емес, бүкіл табиғаттың өмірін жалғастырушы ретінде ерекше орын алады. Дәлелдемелік эссе тақырыбы: су, табиғат пен адамзаттың өмірінің өзегі. Су бұл тек табиғаттың сыйы емес, сонымен бірге тіршіліктің үздіксіз дамуын қамтамасыз етуші ең маңызды элемент. Адамзаттың мәдениеті мен тарихында бұлақтар мен өзендер тіршіліктің қайнар көзі ретінде әрдайым дәріптеліп келген. Бұлақтарды ашу немесе оларды сақтау бұл тек су көздерін қалпына келтіру ғана емес, табиғатқа деген құрметтің белгісі. Өйткені таза су адамның, жануарлардың және өсімдіктердің өмір сүруі үшін ең маңызды фактор. Егер бұлақтар мен өзендер тартылса, онда адамдардың тіршілігі де, ауыл шаруашылығы да тоқтайды. Мәтінде айтылған 3 көз ұғымы судың барлық тіршілік иелері үшін маңыздылығын көрсетеді. Бұлақтар табиғатты нәрлендіріп, топырақтың құнарлылығын арттырады. Өзен, көлдер табиғи тепе-теңдікті сақтап, ауа райының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Достар, маған 11 подписчик жиналған, маған 1000 подписчик тастау керек. Тез подписаться етіңдер. Етіңдер деппін ғой, етіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осымен мен видеоны аяқталды. Сау болыңыздар. Қазақ тілден әлі талай тапсырмаларды көрсететін боламын сіздерге.